Сәлеметсіздер ме, құрметті әділ қазалыққалары. Мен EUT педагогикалық колледждің 1-ші курс студенті Юсупова Жанель. Біздің қазіргі таңда бизнес жоспардың аты EUT Education Center. Бұл жоспар неліктен ойымызда тұр? Яғни қазіргі таңда өзекті мәселелердің біреуі ата-аналардың, яғни өздерінің балаларына деген уақыты жетпеуі, осы орайда өздерінің балаларының білім сапасының төмендеуі болып келіп тұр. Яғни қазіргі таңда негізгі серіктестеріне тоқтала кететін болсақ, мектептер, ата-аналар комитеттері, білім басқармасы, демеуші, яғни қайырымдылық қоры жатады. Және де педагогикалық университеттер жатады. Қызметінің негізгі түрлері оқу орталығы, сабақтарын өткізу, оқу бағдарламаларын әзірлеу және бейімдеу, студенттердің тәжірибесін ұйымдастыру, мектептермен және ата-аналармен серіктестік байланыс орнату, балалардың даму нәтижелерін талдау болып табылады. Ұсыныстарға келетін болсақ, біз нені ұсынамыз? Яғни біздің курстың ашылуы, яғни қазақ тілі, қазақ әдебиеті, математика, ағылшын және де орыс тілі пәндері бар. Және де осы жазу дағдыларын жетілдіру болады. Ата-аналар үшін балалардың бос уақытын тиімді өткізуге сенімді орын болып табыламыз. Яғни колледж студенттері үшін тәжірибеден өту және тәжірибелік. Мен Ниязбек Іңкәр, осы EUT Education Center бизнес жобасының қатысушысымын. Яғни бұл жерде біз кіммен қарым-қатынас жасай аламыз? Ата-аналармен және жиналыстарда, колледж сайты, электронды хабарландырулар арқылы, мектептермен серіктестік арқылы қарым-қатынас жасай аламыз. Бұны біз осы өзіміздің жобамызда қандай арналарға шығара аламыз? Колледждің әлеуметтік желілері, Instagram, Facebook, мектептердегі жарнамалық парақшаларға шығара аламыз. Біз кімдермен тұтынушы сегменттері арқылы тұтына аламыз. 1-9 сынып оқушылары, балалардың дамуына көңіл бөлетін ата-аналар, жақын орналасқан мектептер, педагогикалық колледждің студенттері мен оқушылары. Қандай ресурстармен жағдай жасалады? Колледж ғимараты мен аудиториялары, компьютер сыныбы, және де кітапхана, оқытушылар мен студенттер, практиканттар, оқу құралдары мен техника, басшылық және әкімшілік қолдау. Яғни қазіргі шығындар мен табыстарға тоқтала кететін болсақ, яғни жоба бойынша жалпы айлық шығын көлемі 270 мың теңгені құрайды. Оның ішінде студенттік практиканттарға еңбекақы ретінде 120 мың теңге, әдістемелік материалдарға 40 мың теңге, коммуналдық қызметтер мен жарнамаларға әрқайсысына 30 мың теңгеден, ал әкімшілік шығындарға 50 мың теңге бөлінеді. Бұл қаражат жоба сапасын арттыру, ұйымдастыру үдерісін тиімді жүргізуге бағытталған. Яғни бұл қазіргі таңда біз өзіміздің ай сайын алатын шығынымызды, яғни ақшаларымызды біз әр оқушыға әр сапалы білім беруге, яғни әр сапалы кітап ұстауға, әр сапалы партаға отыруға, яғни бізге сабақ оқыту үшін, яғни парта, тақта, сондайда тағы басқа керек заттарға осы біз шығындарды жеткізе аламыз. Яғни табыс